Жоңышқа бұршақ тұқымдасына жататын бір жылдық және көп жылдық шөптесін өсімдік. Еуропа, Азия және Африкада өсетін 100-ге жуық түрі бар. Қазақстанда 18 түрі өседі. Сабағы тарамданған, бұтақты түп құрады, биіктігі 40-80 см. Малға пішен, балғын көк майса, кептіріліп ұнтақталған, сүрлем күйінде беріледі. Жоңышқа тамырының ұзындығы 15 метрден аса алады. Цитрустық жемістерге қарағанда құрамында 4 есе көп С витамині бар. Жоңышқада 15,5% протеин, 43,9% азотсыз заттар, 29,4% клетчатка, 3,1% май болады. Жоңышқаны гүлдей бастағанда орады. Шөбі орылғаннан кейін егістік үстептің айтылса, жоңышқаны екінші орған кезде мол өнім алуға болады. Механикалық құрамы орташа және күрделі топырақта өседі. Жеңіл құрамды топырақта өнімді аз береді. Сазды топыраққа еккен дұрыс.